Медиа саласының қыр-сыры, кадр сыртындағы қызықты сәттер, командалық жұмыс, шығармашылық процесс. Соның бәрін Media Live жобасында көре аласыздар. Сценаристің бір күні қалай өтеді, көрейік. Барлығы тікелей эфир болғаннан кейін үнемі иненің ұшында отырасың. Тікелей эфир қателіктерді кешірмейді. Бір 15 минутқа кішігірім сценарийді тікелей эфирдің үстінде жасап жібереміз. Екеуміздің ұрыстарымызды көрсетеміз, көрсетпейміз. Үлкен команданың жұмысы. Бұл жалғыз бір оператордың жұмысы емес. Бүкіл студияны көрсетіп жүрді. Мысалға, мен өзім оператор мамандық ұнайды. Осы салада 20 жыл болды істеп жатқанда. Таңғы эфир миллиондаған көрерменнің көңіл күйі. Біз экранның ар жағынан жарқыраған жүргізушілерді, қонақтарды көреміз. Ал олардың сөздерін, сұрақтарын, әзілдерін болсын, кім жазады? Бүгін Қазақстан телеарнасының атаңызға айналған Таңшолпан бағдарламасының сценаристің жұмысымен танысамыз. 14-ші қабатта отырады екен. Қайырлы таң. Сәлем. Қош келдіңіздер. Сценаристің бір күні қалай өтеді, көрейік. Эфирдің басталуына уақыт бар бізде. Таңшолпан өте жеңіл вайпты бағдарлама болғаннан кейін барлығы ойлайды, сол жерде өзімен өзі кетіп жатады деп. Оның барлығы алдын ала ойластырылған, ақпараттың барлығы алдын ала алынған, дайындалған нәрсе. Тікелей эфирде жұмыс жасайтын сценаристің екі түрлі графигі болады. Оның бір күні толыққанда верстканы жасап, сценарий жазып, сол күннің бүкіл ақпараттың бәрін қамтып, ертеңгі күнге дайындалсам, екінші күні келіп ақпараттардың барлығын қосып, сценарийді мына жерден шығарып, айызбыға түсіп, тікелей эфирдің үстін қадағалап отырамыз. Таңшолпан мысалы 2 сағат болса, сол күндерге сәйкес қонақ ұсынады. Сол күннің сюжеттеріне немесе сол күннің вайпына сәйкес бейнеклиптердің өзін сәйкестендіріп аламыз. Мысалы, таңғы бағдарлама болғаннан кейін жаттығу, таңғы ас деген нәрселердің барлығы болады. Қонақтардың барлығын кімнен кейін кім болады. Сосын бір-біріне байланыспайтын екі сюжеттерді, мысалы, ледтермен, қосымша ақпараттармен бір-бірімен байланыстырып, бір әңгімеден әңгіме шығады ғой, адамдар әңгімелесіп отырған кезде. Сол секілді әсер қалдыру үшін барынша бір-бірімен байланыстырып не өстіп, біз бастан аяқ 2 сағаттың әр минутын есептеп верстка құрамыз. Мына қонақ ұзағырақ сұхбат беретін айтар бар адам. Бұл қонақтың қысқаша ақпараттық қана айтар сұхбаты бар деген секілді қонақтарға да уақытын есептейміз. Белгілі. Таңшолпанның сценаристінің мақсаты халықпен бірге болу. 6:30 мен 8-дің ортасында сценарий толығымен бітеді. Одан кейін жүргізушілерге жіберіледі. Таңертең келген кезде қосымша ақпараттар енгіземіз. Таңғы бағдарлама болғаннан кейін біз сол күннің ақпаратын ең бірінші жеткізетін Таңшолпан бағдарламасы. Сондықтан да түнгі 4-те мысалы әлемде осындай бір жаңалық болып отыр ма, таңғы 7-те оны біз жеткіземіз. Тікелей эфирдің қалай өтетінін көресіздер. Үнемі иненің ұшында отырасың. Енді ол бастапқы жылдар шығар, сосын үйренгеннен кейін әрине оның барлығы қалыпты жағдай болып қалыптасады. Сол сценарийді алып, айызбаға кеттік. Кезекші редакторы бізде соңғы жаңалықтардың барлығын қадағалап, маған сілтемелерін жіберіп, немесе осындай жаңалықтар шығып жатыр, қосамыз ба, қоспаймыз деп сұрап отыру үшін, және де біз үнемі көрерменмен кері байланысып отырамыз ғой. Сондықтан да көрерменнің қоңырауын көтеріп, аты жөнін алып. Бұл Таңшолпанның айызбысы. Бұл жерде кадр сыртындағы бүкіл мамандар отырады. Барлық билеттерді біз осы жерде қадағалаймыз. Міне қазір 30 секундтан кейін тікелей эфир басталады. Сондықтан да бірінші минуттан бастап соңғы минутқа және түгелін қадағалап отыруымыз керек. Әрбір сөз, контент, қонақ, сюжет, бәрі уақыт-уақытымен орнымен версткаға шығады. Версткадан да тыс форс-мажорлар болады. Эфир кезінде көреміз. Қайырлы таң! Қайырлы таң, қалайсыздар? Қайырлы таң, Бексұлтан. Қайырлы таң, рахмет. Қазір студияда қарбалас батысталды десек те болады. Тікелей эфирге санаулы секундтар қалды. Бұндай ритмде жұмыс істеу үшін негізінде темірдей жеке керек деп түсінемін. Себебі тікелей эфир қателіктерді кешірмейді.
сценарий суфлерде тұрады. Егер де жүргізушінің алып қосары болса, ол тіптен тамаша. Себебі біздің жүргізушілер Таңшолпанда бұрыннан бері істеп келе жатқан мамандар, сықаққа мамандар деп айтуға болады. Сондықтан да эфирде қалай сөйлеу керектігін, қандай дұрыс ой айту керектігін олар жақсы біледі. Импровизация жасайды. Импровизацияға қуанамын. Өйткені Дұрыс болу керек. сценарийдің өзі кей кезде импровизация болып кетеді. Өйткені кейде сюжеттер ашылмай қалады. Техникалық жағынан кішкене проблемалар болуы мүмкін, қонақ келмей қалуы мүмкін, клипке беруіміз мүмкін. Бүгін мысалы осындай тұлғалардың туған күні немесе осындай мысалы жер күні деген секілді сондай бір атаулы күндер болса, соған байланысты бір қызықты бұрынғы сюжеттер болса, оларды алып шығып, оларды беріп жіберуіміз мүмкін. Бір 15 минутқа кішігірім сценарийді тікелей эфирдің үстінде жасап жібереміз. 10 секунд 10 секунд. Алыш отыр. Мотор. Бірдеңе алып аламыз да, сонымен бір-бірімен байланыстырып алып кетеміз. Мысалы, әртүрлі тақырыпты бір-бірімен байланыстыру. Сценарист сөз сиқыршысы. Ол кадрда көрінбесе де, біз оның ойы мен сөзін экран арқылы берілетінін білеміз. Бағдарламаның сәтті шығуы сценаристің өткір қалымы мен шығармашылықтың жемісі екенін бірге білетін болдық. Жалпы мынау Таңшолпан бұның өте тарихы көп, өздеріңіз білесіздер. Қазір бізде 8 камера болып отырмыз. Жаңартпай балалар сағат 6:30-нан осында болады. Бұл енді өте бір сондай жауапты жұмыс қой, өздеріңіз білесіздер. Тікелей эфир бұл. Режиссер мен сценарист ойлаған картинаны көрерменге әдемі қылып көрсетесіз. Біз режиссер жоғарыдан АСБ-дан бізге команда берсе, біз оны оператор соны әдемілеп, өрнектеп шығаруға тырысып отырамыз. Дұрыс. Дұрыс. Ракурста жақсы. Оның үстіне мына свет бәрі бұл жерде үлкен ұжым ғой. Бұл целый бір механизм. Бұл каждыйымыз соның бір винтигіміз деп есептейміз. Үлкен команданың жұмысы. Бұл жалғыз бір оператордың жұмысы емес. Бұның артында қаншама еңбек жатыр. Рахмет. Жақсы. Өздеріңізге де жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Аман болайық, мен енді эфирім жүріп жатыр. Ары қарай жұмыс істей берейін. Аға қоюшы операторымыз, старший оператор, телепостановщик. Біз эфир барысына қараймыз, точнее картинкасына, светіне қараймыз, балансына қараймыз. Осы студияның светін қойған өзім басынан бастап. Мына екі үлкен свет, арбитр дейді. Олар полностью бүкіл студияларға свет береді, заливной свет болады бұл жерде. Сосын мына скай панельдер бар, мына сеткалары бар светтер, олар направленный, олар адамдардың беттеріне береді, чтобы беттері, көздері жарқырап тұру керек. Продюсер, оператор, постановщик барлығы бірге жиналып талқылау керек. Қай жерден түсіреміз, қандай свет болады, қандай вообще концепция, полностью программаның соның бәрін талқылап, содан кейін уже эскиз беріледі. Эскиз бойынша камераларды қоямыз. Камера қандай фон болады, соның бәрі камера қойған бойынша уже светті қоя бастаймыз. Жалпы бізде балалар бар, жаңалықтар түсіреді, отдельно бағдарлама түсіретін балалар. Олар енді сложно-постановочный съемкалар, светті қойып, сондай мәселелермен айналысады. Бағдарлама, репортаж, спецреп, сондайлар нәрсе түсіреді. Бізде 4 канал бар, например, Абай, Балапан, Қазақстан и Казспорт. Сол 4 каналға біздің балалар істей береді. Бізде негізі осы студияда бізде қазір 8 камера. 2 камера, ана 2 тесіктер көрдіңіз ба полкада? Студияда көрінбейді. Бірақ түсіріп тұрады. Сарапшыларымыз отыр артында. Бүкіл сарапшылардың сөйлеп жатқандарын бәрін алып тұрады. Ана 3 тесікте ана 3 камера тұр. Мына жақтан. Ортадағы камера общий планды алып тұрады. Мына камера бұл біздің ведущийдің камерасы. Мынау суфлермен. Ана жерде ведущий тұрады. Оператор келеді, мына жерге наушнигін тағады, и мына жерде режиссер естіледі. Режиссер командасын беріп отырады, кадр, фокус, кадрын бәрін ұстап. Ведущий тұрды, и мына жерде наез алып аламыз, көзі жылт ете қалу керек. Көрдіңіз ба? Оның құлағында да наушник бар, оғанда да оның құлағында да наушник бар, иә. И осылай кадр, например, енді мына кішкене тазалауға кадр алады ғой, мына жерге былай. Чтобы артында оператор кіріп кетпеу керек та. Чистый план, осындай болу керек. Кран бізде общий план ретінде бүкіл студияның объемын көрсетеді. Мына жерге бірінші қапталады, сосын бірақ тесіп. Айтпасаңыз біз білмейтін едік. Иә, ол жерде көрінбейді, ол сондай задача болып. Жүріңіз АСБ-ға барайық. Мына АСБ бізде. Осы жерде режиссерлар отырады, продюсерлар, редакторлар бәрі отырады осы жерде. Гуля деген режиссеріміз біздің. Бұрыннан келе жатқан режиссер. Жаңағы 8 камера көрсеттім ғой. Бірінші камера, жаңағы суфлермен камера, екінші камера, үшінші камера ортада, төртінші камера. Таза әдемі бәрі. Экран, бүкіл студияны көрсетеді бұл жерде. Камералардың бәрі, управлениесі осы жерде. Әдемі кадр, бір бақыт дейсіңіз ғой.
қазір съемкаға шығасыз, жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз, неден басталады? тжк-дан басталады, камераны аламыз. Мен 20 жылдың айналасында жұмыс істеп келатырмын. Бұрынғы камералар бөлек, кішкентай кассетаға түсірілетін, кейін дискке түсірілетін камералар болды. Қазір мына кішкентай флешка салынады. Бұрынғы камералар үлкен болады. Жас мамандарға қандай кеңес? Телевидениеға кірген жас мамандардың өзі қызығушылығы болса алып кетеді ғой. Қазір мүмкіндік көп қой, бұрынғыдай емес. Жалпы журналистпен шыққанда қазір енді микрофондардың бәрі шнурсыз ғой. Бұрындары енді микрофондар болады, шнурмен ұзын. Сүйретіліп жүреді, біреуді сұхбат аласың, еще артыңда арасың бүйтіп. Мысалға, мен өзім оператор мамандық ұнайды. Осы салада 20 жыл болды істеп жатқан. Қанша жүргізуші шешен болсын, қанша сценарий керемет жазылсын, оператор дұрыс түсірмесе, картинаның бәрі бұзылады. Солай ғой негізі оператор деген Маңызды бір маман медиа саласы. Онсыз ешқандай әдемі. жақсы текст жазғанмен де картинкаңыз дұрыс шықпаса, ол өнім дұрыс болмайды. Ол сіз қандай мықты журналист болғанмен де ол картинкаңыз келмесе, оған сай келмесе, ол ертең өнім дұрыс болмайды.